Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жас сәулетшілер үйірмесінде. Тема сегодняшнего урока в кружке юных архитекторов. Бүгінгі сабақта берілген тірек сөздер негізінде сөйлеп үйренесіңдер. Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсыңдар. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді тауып, және сөйлеу барысында қолдануды үйренесіңдер. Жаңа сөздер, новые слова. Давайте повторяйте за мной. Қабырға, стена, сарай, дворец, қызғылт, розовый, үйірме, кружок. Жаңа сөздермен сөйлем құра. Составь предложение с новыми словами. Например, сарай, дворец. Оқушылар сарайы. Дворец школьников. Оқушылар сарайы үлкен. Дворец школьников большой. Қабырға, стена. Сарайдың қабырғасы. Стена дворца. Сарайдың қабырғасы қызғылт. Стена дворца розовый. Сурет бойынша сөйле. Сұрақтарға жауап бер. Говори по картинке. Ответь на вопросы, используя опорные слова. Оқушылар сарайы. Сарайдың қабырғасы қызғылт, жоба жасайды. Вот это опорные слова. Теперь вопросы. Сұрақтар. Оқушылар қайда отыр? Сарайда балалар не істейді? Оқушылар сарайының қабырғасы қандай? Проверяем себя. Ответы на вопросы. Оқушылар сарайында отыр. Сарайда олар жобалар жасайды. Оқушылар сарайының қабырғасы қызғылт. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Первое задание. Послушай текст. Вместо многоточий поставь соответствующие слова. Бұл жас сәулетшілер үйірмесі. Үйірмеге 13 оқушы қатысады. Үйірмеде ғимараттардың жобасын жасаймыз. Саша екеуміз қағаздан оқушылар сарайының жобасын жасадық. Мәтінді мазмұндауға 2 минут дайындал. Подготовься к изложению текста в течение 2 минут. Мәтінді тірек сөздерді қолданып мазмұнда. Изложи текст, используя опорные слова. Вот опорные слова. Жас сәулетшілер, 13, ғимараттар, оқушылар сарайы. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтінге сәйкес келетін суретті белгіле. Третье упражнение. Прочитай текст. Отметь изображение, соответствующее тексту. Жауабыңды дәлелде. Неге бұл сурет сәйкес келеді? Докажи свой ответ. Почему эта картинка подходит? Мәтінді оқып сұрақтарға жауап беру керек. Теперь нужно прочитать текст и ответить на эти вопросы. Бірінші, Әлібек пен Саша неден жоба жасайды? Екінші, олар кеше қағаздан ненің жобасын жасады? Үшінші, сарайдың қабырғасы сырты қандай? Төртінші, сарайдың төбесі мен есігі қандай? Жарайсыңдар балалар. Молодцы, ребята. Сау болыңдар. До свидания.